Көлем деген дененің кеңістіктегі алатын орны мен сыйымдылығын сипаттайтын шама. Кеңістіктік геометриялық фигуралар. Тікбұрышты параллелепипед пен текшенің көлемін қалай өлшеуге болады? Фигураның көлемін өлшеу дегеніміз осы фигурада қанша текше бар екенін көрсететін санды табу. Көлемді өлшегенде бірлік ретінде 40 қандай да бір ұзындық бірлікке тең текшені алады. Онда көлемді өлшеу бірлігі осындай текшенің көлемі болады. Мысалы, тікбұрышты параллелепипедтің көлемі 24 куб сантиметрді құрайды. Демек, оның көлемі 1 куб сантиметр болатын 24 текшеден тұрады. Бірдей өлшем әртүрлі сандық сипаттамаларға ие болуы мүмкін. Кіші өлшем бірліктерін үлкендерімен және керісінше, үлкен өлшем бірліктерін кіші өлшемдермен алмастырғанда көлем бірліктерінің ара қатынасын білу қажет.